адамды Құдай не үшін жаратқан еді? Құдай адамды біріншіден өзіне ұқсас етіп жаратты, және екіншіден өзіне қызмет етсін деп жаратты. Сонда Құдай жердегі топырақтан адамды қалыптастырып жасап, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылай тірі жан болып шыға келді дейді. Сол енді жаңа ұқсас деген сөз бар ғой енді. Өзіне ұқсас қылып жаратты. Оны қалай түсіндіруге болады? Сонда мен Құдайға ұқсас болып қалам ба? Қалай болады? Құдай жоқтан бар жасап осы бүкіл әлемді жаратсам, енді Құдай адамға мынандай билік беріп отыр. Осы жаратылғанға, жаратылыс тіршілік иелеріне сен ат бересің деп, яғни Құдай бұл жерде адаммен өзінің бір билігімен бөлісіп отыр деуге болады. Сонда неге адам атаға жаңа әйелді қосып бере салды? Неге жаратты оны? Не үшін берді оған? Содан кейін Құдай адамның жалғыз болғаны жақсы болмас. Мен оған өзіне сай көмекші жасап берейін деді. Ұйықтап жатқанда оның бір қабырғасын алып, Құдай осы қабырғадан әйел жасап шығарып, сондықтан еркек әке шешесін тастап, әйеліне берік қосылады. Сөйтіп екеуі бір тұтас болады. Әке шеше армандайды, мысалы, менің балам ертең өссе, маған қараса. Бірақ сол кезде мынау әке шешесінен бөлек болды деген кезде біздің халқымызға қатты тиеді-ау деп отырмын да енді осы нәрсе. Адам ата мен Хауаны жаратқан кезде олардың әке шешелері болмады ғой. Құдай болды ғой, әке шешесі. Армысыздар, қымбатты көрермен, менің есімім Анарбек. Бүгін сол киелі кітап әңгімелер туралы қозғаймыз. Біздің қасымызға Талант Серікұлы келіп отыр. Әлем дін зерттеуші докторы. Осы киелі кітапты жақсы түсіндіреді, жақсы айтып береді деп оймен келіп отырмыз осы жерде. Талант, мынау сізге киелі кітап. Өйткені біздің қазір кеңінен таранып, кеңінен қазір болып жатқан нәрсе бұл некедегі мәселе. Сол мен сұрақ қояйын деп жатырмын сізге, сол адамды Құдай не үшін жаратқан еді? Енді жалпы осы киелі кітаптың тәліміне сай, Құдай адамды не үшін жаратты деген сұраққа жалпы берілетін жауап: Құдай адамды біріншіден өзіне ұқсас етіп жаратты, және екіншіден өзіне қызмет етсін деп жаратты деп жазылған. Мысалы, осы жаратылыстың басталуы 2-ші тарау 7-ші аятта алып оқысақ, сонда Құдай жердегі топырақтан адамды қалыптастырып жасап, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылай тірі жан болып шыға келді дейді. Ал 1-ші тараудың соңында тура осыған сөзді ұқсасты былай деп жазады: осылайша Құдай адамды өзіне ұқсас әрі бейнелес етіп, бірін еркек, бірін әйел қылып жаратты дейді. Яғни Құдайдың адамды жаратқандағы басты мақсаты, себебі 2-ші тараудың 8-ші аятында жазылған. Құдай шығыс жақта Едем деген жерге пеш бағын орнатып, өзі жаратқан адамды сонда орналастырды дейді. Яғни енді Құдай сол адамды өзіне қызмет етсін, өз сезіне ұқсас болсын деп жаратқан. Сол енді жаңа ұқсас деген сөз бар ғой енді. Өзіне ұқсас қылып жаратты. Оны қалай түсіндіруге болады? Сонда мен Құдайға ұқсас болып қалам ба? Қалай болады? Осы жердің кішкене бір түсінік беріп жіберсең. Енді ол кезде, яғни адам ата мен Хауаны жаратылыстың ең соңғы шарықтау шегі деп айтса да болады. Мысалы, ол Құдай жерді жаратады, күнді жаратады, жануарларды жаратады, теңіз, су, балық бәрін жаратады. Әрбір нәрсені жаратып болғаннан кейін ол жақсы деп айтады. Бірақ тек адамды жаратып болғаннан кейін ғана Құдай бұл өте жақсы деп айтады. Яғни бұл адамның басқа жаратылысқа қарағанда сондай орны ерекше екенін көрсетеді. Ал өзіне ұқсас дегенде, мысалы, Құдай 2-ші тарауда біздің мысалы 19-ші аятта былай дейді: Құдай даладағы барлық жануарларды және аспандағы күллі құстарды топырақтан қалыптастырып жасаған еді. Енді адамның оларды қалай атайтынын білу үшін бәрін оған алып келді. Адам қандай ат қойса, олар солай аталатын болды дейді. Яғни бұл жерде Құдай жоқтан бар жасап осы бүкіл әлемді жаратсам, енді Құдай адамға мынандай билік беріп отыр. Осы жаратылғанға, жаратылыс тіршілік иелеріне сен ат бересің деп, яғни Құдай бұл жерде
адаммен өзінің бір билігімен бөлісіп отыр деуге болады. Сонда бұл адамның осы әлемге үстемдік жүргізетінін, адамға осы адамның осы әлемге билік жүргізетінін көрсетеді. Осы жағынан, бір жағынан біз оған Құдайға ұқсас боламыз. Енді екінші жағынан әрине біз басқаны жануарлардан өзгешелігіміз, біз сөйлей аламыз, біз ойлай аламыз, біз қарым-қатынас құрамыз, және біздің қарым-қатынас құруымыз, мысалы жануарлар мысалы табынмен өмір сүреді, немесе бір үйірмен өмір сүреді дегенде, біз де сондай қоғамда өмір сүреміз, бірақ біздің құрған қарым-қатынасымыз жануарлардікіне қарағанда әлдеқайда мәндірек, тереңірек, және біз саналы түрде сондай қарым-қатынас құраймыз. Осы жағынан біз Құдайға өте қатты ұқсас боламыз. Сол енді менің түсінігім бойынша негізі ұқсас деген нәрсе жақсы нәрсені ойлау, жақсы нәрсені армандау айтсақ бола ма осы нәрсені? Әрине. Себебі Құдай жаратқан кезде ол тек жақсы нәрсені ғана жаратты. Ол әрбір нәрсені жаратқаннан кейін ол жақсы деп соған сипаттама берді. Ал адамды жаратқаннан кейін өте жақсы деді. Яғни адамның іс-әрекеті, оның жүріс-тұрысы, айтқан сөзінің бәрі бір жақсылыққа, жақсы нәрсеге жетелеу керек, бір жақсы нәрсеге бір жақсы жеміс беру керек. Сондықтан әрине сіз дұрыс айтасыз, мен сізбен толығымен келісемін. Біздің ойымыз, сөзіміз, істеген ісіміздің бәрі ол бір жақсылыққа жетелеу керек. Жақсы, сол жақсы арман, жақсы ой, мысалы жақсы әйел кездессе, жақсы қыз кездессе деген ол Құдайдан ғой ол нәрсе, армандау. Әрине. Жақсы көлік міну, жақсы үй алу деген. Әрине, 100%. Жақсы, рахмет. Неге сол адам жаңағы өмірі бұзылып кетті, неге? Адамның өмірінің бұзылуы, екінші тарау, 17-ші аятта біз мынандай сөздерді оқимыз. Жаңағы Құдай Адам ата мен Хауаның пейіш бағын орнатқаннан кейін, мына жерде Адам атаны пейіш бағын орнатқаннан кейін оған бір бұйрық береді, немесе бір шарт қояды. Осы пейіш бағында саған берілгеннің бәрінің рахатын көр, соның ләззатын ал, кез келген жемісті же, осы тіршілік иелеріне сен билігіңді жүргізесің. Тек саған қойылатын жалғыз бір шарт бар. Ол шарт мынандай деп осы 17-ші аятта жазылған. Бірақ жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жеме. Себебі одан жесең, сол күні өлесің дейді. Яғни Құдайдың шартын бұзу, немесе Құдайдың айтқанына қарсы тұру, ол күнә. Күнә дегеніміз сол, Құдайдың айтқанына мойынсұнбау. Оның берген бір қойған шектеулерінен шығып кету, осы күнә болады. Осы Құдайға қарсы тұру, осы күнә болады. Және соның нәтижесі ол өлім. Сондықтан ол өлім дегенде ол тек қана бірден өліп қалу емес, яғни әрбір жағымсыз немесе әрбір жаман нәрсенің бәрі осы әлемдегі соның бәрі күнәнің нәтижесі, күнәнің кесірінен деп айтуға болады. Өлім деген нәрсе ол тәнби өлім емес сияқты ғой мына жерде. Бір рухани өлім ба, ол бір жағынан тәни өлім, бірақ екінші жағынан сонымен қатар рухани өлім деп айтуға да болады. Рухани өлім дегеніміз не? Бұл жерде өлім деген сөз ол Құдайдан толығымен ажырау. Неге? Мысалы, осы киелі кітаптың тәліміне сай, Құдайдың аты, біз сеніп жүрген, мәсіхшілер сеніп жүрген Құдайдың аты ол Яхве. Иврит тілінде, көне иврит тілінде. Ол иврит тіліндегі хая деген сөзбен түбірлес сөз. Ол неге бұл өте маңызды бұл жерде? Себебі Құдай өзінің атын айтып көрсеткен кезде, менің атым Яхве деп Мұса пайғамбарға айтып көрсеткен кезде, сол жердегі контекст мынандай болатын. Еврей халқы Мысыр елінде жаңағы құлдықта болатын. Және мысырлықтар өзінде өмірі жоқ, не сөйлей алмайтын, не жүре алмайтын, жаңағы әрбір пұттарға табынатын. Оларда өмірі жоқ, пұтқа табынатын. Сондықтан Құдай оларға айтып тұр, менің атым Яхве, немесе грек тілінде Його эми, мен мәңгі бар болушымын. Ал сендер табынып жүрген жалған тәңірлердің еш қайсысында өмір жоқ, олар өлі нәрселер. Жаңағы бойында ешбір өмір жоқ, ешбір қуаты жоқ, ешбір күші жоқ, сонда сендер бос нәрсеге табынып жүрсіңдер. Ал шын бар болушы Құдай мен өмір иесімін дейді. Және менің еркіме сай емес нәрсе, менің еркіме қарсы шығатын әрбір нәрсе, ол да өмір болмайды деген сөз. Яғни осы жағынан біз оны рухани өлім деп айтсақ болады. Құдайдан мәңгі ажырау, жаңағы ол жерде өмір болмайды. Сондықтан мен сізбен келісемін, ол бір жағынан ол тәни өлім, екінші жағынан ол Құдаймен мәңгілік ажырау, жаңағы рухани өлім. Өте керемет, жақсы жауап беріп жатсың. Біз тағы да бір сұрағым береді. Неге Адам атаға жаңа әйелді қосып бере салды? Неге жаратты оны? Не үшін берді оған? Ол жақсы өмір сүре берсе болатын еді, жалғыз өзі,
барлығына бийлик етіп рахаттанып жүре берсе болатын еді ғой. Иә, мына жерде осы екінші тарауда 18-ші аятта біз оқимыз, жаратылыстың басталуында. Содан кейін Құдай адамның жалғыз болғаны жақсы болмас. Мен оған өзіне сай көмекші жасап берейін деді. Енді ары қарай оқимыз. Құдай даладағы барлық жануарларды және аспандағы күллі құстарды топырақтан қалыптастырып жасаған еді. Енді адамның оларды қалай атайтынын білу үшін, біз бұл осы аятты оған оқыдық, жаңағы Құдай бәрін атады дейді. Бірақ осы аят былай аяқталады 20-ші аят. Ал адамға өзіне сай көмекші табылмады дейді, жаңағы тіршілік иелеріне. Содан Құдай адамды терең ұйқыға батырып, ұйықтап жатқанда оның бір қабырғасын алып, соның орнын етімен жауып тастады. Құдай осы қабырғадан әйел жасап шығарып, оны адамға алып келді. Риза болған адам былай деді: міне, бұл сүйек өз сүйегімнен шыққан, әрі тән өз тәнімнен шыққан. Ол әйел деп аталатын болсын. Себебі ол еркектен алынып жасалынған дейді. Неге әйел? Себебі адам атаға, жаңағы адам баласына толыққанды көмекші тек өзіне толығымен тең тіршілік иесі ғана, тұлға ғана оған көмекші болады. Сондықтан оның бұл жерде оның жаңа қабырғасынан алынғаны және өзінің тәнінен алынғаны, өзінің сүйегінен алынғаны әйелдің адамға тең екендігін көрсетіп тұр. Және бұл бір жағынан тең, екінші жағынан ол өз етінен, өз сүйегінен алынғандықтан бұл сондай өте тығыз байланысты білдіреді. Жаңа өзіне ең жақын, ең қалай ыстық осы әйелі болу керек деген сөзді білдіреді. Өте жақсы. Бұл енді жаңа айтып отырмыз ғой, енді сөзге келгенде бір тұтас деп айтады ғой. Дұрыс айтасыз. Сол негізі бір тұтас дегеннің мағынасы қандай? Ол бір тұтас. Енді Құдай сондай қылып жаратқан екен ерлі зайыптарды, негіз қылып салған екен, отбасы қандай болу керек, ерлі зайыптар арасы қандай болу, олар бір тұтас деп айтқан. Ол бір тұтастық бойынша киелі кітапта не деп айтады осы жайында? Енді бұл жерде жаңағы біздің аят ары қарай жалғасып былай деді: сондықтан еркек әке шешесін тастап әйеліне берік қосылады, сөйтіп екеуі бір тұтас болады. Және адам мен оның әйелі жалаңаш еді, ал олар бұған ұялған жоқ дейді. Егер сіз біреудің алдына жалаңаш келіп, ұялмай қызармай тұра алсаңыз, ол сондай асқан жақындықты білдіреді. Сондықтан ол адам мен әйел жан жақты бір-біріне өте сенімді және бір-біріне сенім артатын, сондай өте жақын, тығыз қарым-қатынаста болу керек. Енді бұл жерде біздің қазақ мәдениеті, біздің елімізде, біздің мәдениетте ең жақын ыстық қарым-қатынас ол негізі ерлі зайыптардың арасында емес, көп жағдайда ол әке мен баланың арасында, әке шеше мен баласының арасында. Сол жерде мына жерде енді аздап кішкене бір қарама-қайшылық па, немесе бір сондай бір конфликт пайда болады мына жерде бірақ киелі кітап бізге әйеліңе бола, немесе басқа кез келген нәрсеге бола әке шешеңе қарсы шық деп үйретпейді. Керісінше, осы Мұса пайғамбар арқылы берілген 10 өсиеттің біреуі ата-анаңды сыйла. Және бұл көне өсиет, Мысырдан шығу 20-шы тарау 12-ші аятта. Ал жаңа өсиетте Иса Мәсіх былай деп үйретеді: әке шешеге деген құрметті тіпті адамның діни сенімі оны алмастыра алмайды деп үйретеді. Иса жаңағы парызшылдарға бүйтіп уәж айтады. Марқа жазған хабар 7-ші тарау 9-ші аятта. 9-ші аяттан бастап 13-ші аяттың соңына дейін Исаның айтатыны: сендер парызшылдар, сендер әке шешелеріңе көмек беру керексіңдер, бірақ сендер көмек бермейсіңдер. Өйтіп көмек бермей жүргендеріңді ақтайтын сөздердің сұрқымнандай дейді. Мен саған көмек беруім керекпін, әке шешем, мен сендерге көмек бере алмаймын, себебі мен ол көмекті жаңағы дін жолына құрбан етіп жібергендіктен сендерге көмек бере алмаймын деп айтты. Деп өздеріңді ақтайсыңдар дейді. Және Иса Мәсіх сендердің олай істегендерің дұрыс емес дейді. Яғни сендер әке шешелеріңе бәрібір көмектесу керексіңдер, қамқор болу керексіңдер, жаңағы қартайған әке шешелеріңе деп үйретеді. Ал Тимотейге арналған 1-ші хат 5-ші тарау 8-ші аятта елші Паул былай деп үйретеді: туысқандарының, әсіресе үй ішінің қамын ойламайтын адам сенімнен бас тартқан, ол тіпті Құдайға сенбейтінен де жаман дейді. Яғни әке шешесіне көмектеспейтін адам ол барып тұрған Құдайсыз діннен безген адамды білдіреді, көрсетеді. Сондықтан бұл жерде бір жағынан күйеу әйеліне қамқор болу керек,
онымен бірігіп бөлек тұру керек, себебі ол екеуі енді бөлек тұлғалар, олар бөлек отбасы. Дегенмен соған қарамастан, ол әлі әке шешесінің алдында борышты, ол әлі әке шешесінің алдында қарыздар, ол оларға міндетті түрде көмектесу керек. Сондықтан былайша айтқанда киелі кітаптың тәлімі біздің осы қалыптасқан мәдениетті бұзбайды, керісінше оны одан нығайтып, оны күштірек қылып көрсетеді. Бір жағынан бізде жаңағы әке шешеге қатты көңіл бөлінсе біздің мәдениетте, киелі кітап ол дұрыс, бірақ сен күйеу, енді әйеліңе де қамқор болуың керексің дейді. Әйелің сен үшін ең жақын адам деп көрсетеді. Енді анау адам ата мен Хауаны жаратқан кезде олардың әке шешелері болмады ғой. Құдай болды ғой әке шешесі. Сол себептен олар жаңағы бір тұтастыққа дұрыс болған шығар. Оңайырақ болған шығар. Оңайырақ болған шығар. Қазір бізде олай емес қой. Біздің мәдениетімізде әке шеше армандайды, мысалы, менің балам ертең өссе, маған қараса, бірге болсақ, бірге өмір сүрсек, ауырсам қасымда болсам дейді. Бірақ сол кезде мынау әке шешесінен бөлініп бөлек болды деген кезде біздің халқымызға қатты тиеді ау деп отырмын да енді осы нәрсе. Енді ол бір жағынан мысалы әке шешеге көмектесу деген кезде, жалпы бір жағынан былай ғой, біздің осы түркітілдес халықтардың мәдениетінде, салт дәстүрінде қара үйдің иесі дейді, ол кенже бала. Кенже болса үлкені. Кенже қалады, әке шешенің бар мал мүлкісі кенжесіне қалады, үлкен ұлдар, қыздар, олар кету керек, олар өздерінің былайша айтқанда патшалықтарын құру керек, олар өздері өрбіп өсу керек. Бұл бір. Ал екінші жағынан біз енді баласы әке шешесіне көмектесу керек деген кезде, біз қазір үлкен қалада тұрамыз, Алматыда тұрамыз. Енді бір пәтердің ішіне, кішкентай пәтердің ішіне екі отбасының тұру мүмкін емес қой. Сол жерді қысылыстырып қою бір жағынан дұрыс емес. Ал екінші жағынан біздің ата бабамыз айтқан кезде баласы әке шешесіне көмектесу керек деген кезде, ол шын мәнінде көмектесу керек болатын. Ол көмек қандай? Ана жердегі үйір, жылқы, малмен, ана жерде бақша, ол үшін әрине үлкен кісінің қолынан ол оңай келетін шаруа емес. Сол үшін міндетті түрде баласы жақын тұрып оған көмектесу керек болатын. Ал қазіргі біздің осы қазіргі күннің контекстінде былайша айтқанда, ол әке шешесі бөлек пәтерде, жаңағы күйеуі мен әйелі бөлек пәтерде, бірақ қажет болған кезде WhatsApp бар, Telegram бар дегенде жазатын жазып барып қолғанат болып көмектесіп жіберуге болады ғой. Енді соңғы сұрақ қойсам, Құдай өзі отбасында негіздеп қойды, өзінің тәртібін қойды, бірге болу керек, бір тұтас болу керек, көмекші болу керек деп қойды. Әйел мен адам ата мен Хауаны. Енді сол система неге осы уақытқа дейін жалғасып, бір тұтастық деген бұзылып жатыр? Енді оның себебі көп қой, ол пендешілік, ол адамның күнәһар табиғаты, және қазіргі күнде мысалы біздің былайша айтқанда көңілімізді аулағысы келетін нәрселер көп. Бұзатын, бізді мысалы Инстаграм, ТикТок қаншама уақытымызды алады дегенде. Соның кесірінен де ойлаймын, ол енді әртүрлі және адамның өзі ішкі жан дүниесінің өзі қалау ниеті бар. Жаңағы көбі бір тұтастық емес, өзімшілдіктің кесірінен сол деп ойлаймын. Мен де келсем, өйткені адамның некелерін бұзатын нәрсе өте көп қой. Азғырлы. Өйткені осы әлем байқап отырмыз, күнәһар әлем дейікші, күнәға толы. Соның өзі адамның арасында өмір сүру оңай емес. Солған еліктеп, адамдар еліктеп, ажырасу, неке бұзылу содан болып жатыр деп ойлаймын. Себебі біздің киелі кітапта бүйтіп үйретеді ғой, филиппийліктерге арналған хатта әркім өз мүддесін ғана емес, басқалардікін ойнап, басқаларды өзінен жоғары қойды. Және бұл заң, осы берілген, қойылған өсиет ең бірінші орында отбасында орындалу керек. Әйелі күйеуін өзінен жоғары деп есептеу керек. Күйеуі әйелім менен жоғары деп есептеу керек. Бірақ көп отбасында болатын ұрыс керістердің көбі былай қоя, мен кіммін? Деп біз керісінше өзіміздің неге әйелімізден қарағанда жоғары екенімізді дәлелдеуге тырысамыз. Әйеліміз бізге неге оның бізден жоғары екенін дәлелдеуге тырысады, өзімшілдіктің кесірінен деп ойлаймын. Дұрыс. Жаңа айтып отырмыз ғой, қабырғадан алып әйел затты жаңағы ер кісінің қабырғасынан алған деп.
негізі ол да оңай бір белгі бар сияқты осы жерде да, ол қабырғадан алған. Бастың сүйегінен алмаған, аяқтың сүйегінен алмаған, именно бір қабырғадан алған. Соны өзің ойынша қалай түсіндірер едің сонда? Енді ол бойынша енді менің қатты ойым жоқ, бірақ осы естіген сондай кең таралған ойды қайталап бере аламын. Айтып жатады ғой, типа ол деген басқарып кетпесін, немесе сондықтан ол бастан алынған жоқ, аяқтан алынған жоқ, себебі ол тапталып қалмалсын деп. Сондықтан ол қабырғадан алынған, өзіне жақын болсын, ол жаңағы тең болсын ортасынан деп, жаңағы сол күйеуіне сүйеніш болсын деген сияқты. Ол да менің ойымша заңды, жаңағы ұғымды, түсінікті қабылдауға болатын түсіндірме. Сол мен ойлаймын, енді жақсы, өте жақсы тәлім болып жатыр, жақсы сөздер болып жатыр. Менің ойымша біздің халқымыз осы киелі кітапты дұрыс оқу керек сияқты. Қалай ойлайсың? Дұрыс жеткізу керек сияқты. Әрине, киелі кітапты оқу керек. Өйткені мен көп естем, біз осы адамдар халықтың арасында жүрген, кеңінен тараған әйелді Хауа-ананың оң қабырғасынан алыпты деген сондай сөзді естем. Сосын бірақ киелі кітапта солай бар ма? Именно оң қабырғасынан алыпты деген бар ма? Жоқ, мен жаңағы біз оқыған аяттарда оң жағыма сол жағыма айтқан жоқ қой деймін. Сондықтан мен білмеймін, ол оң жағы шығар. Сол менің ойлап жатқан. Өйткені осындай түсініксіз осындай сұрақтар көп халықтың арасында жүрген. Бірақ мен ойлаймын, бұл нақты ондай бір нәрсе емес. Оң жақтан алынды, қай қабырға, нешінші қабырға алынды, ондай айтылмаған. Тек қана қабырға деген. Бірақ қай қабырға екен айтылмаған. Айтылмаған. Шынымен рас па екен, сен білесің ба? Бізде 32 қабырға бар, соның біреуі жоқ ер кісілерде деген. Енді оны жаңағы антрополог, анатомиямен айналысатын адамдардан сұрау керек шығар. Бірақ киелі кітапта жоқ қой ол. Онда киелі кітапта жоқ болса, біз онда қабылдамаймыз ондай ойды. Енді сондай қатты зияны жоқ сияқты ондай нәрсенің қабылдаса да. Жақсы, Талант мырза, керемет жақсы отырдық. Біз енді қандай жақсы, тамаша Талант мырзамен жақсы отырдық. Керемет отырыс болды. Көп сұраққа жауап алдық деп сенем. Біз енді қорытындап келгенде не айтамыз? Негізгі некені, отбасыны Құдайдың өзі құрғанын түсініп отырмыз. Және білеміз, бұл күнә дегеннің соңында ол өлім бар екенін, және мына әйел кісіні көмекші ретінде, және екеуі бір-біріне бір тұтас болу туралы, ешқашан жаңағы ажырамау, әрдайым бірге болу туралы естіп отырмыз. Әрдайым ерлі-зайыптылар ол бір-бірін қоштап, бір-біріне көмек беріп, жігер беріп, сондай отбасы болғанын Құдай қалайды екен. Құдай жарылқасын, бата берсін.